ішкі аудит ғимаратының өзін қараңыздаршы. Скотчпен осындай стенаны скотчпен жапсырып қойғанын көрдіңіздер ме? Міне. Көрмесеңіздер келіп Жетісу облысындағы ішкі аудит ғимараты құлайын деп тұр, оны скотчпен жапсырып қойыпты. Үйреніңіздер, басқа мемлекеттік мекемелер осылай скотчпен жапсырып қойыңыздар, құлайын деп тұрса. Соны былай сылап дұрыстап қойғанның орнына осылай скотчпен жапсырып қойыңыздар. Мықты ұстайды. Қараңыздаршы. Жетісу облысы болып бөлінгенімізге қанша уақыт болды. Басшысы әйел адам, кішкене мен ана дырдың жігіттеріне ренжіп жүрсем, аудиттің өзі оңып тұрған жоқ бізде, қазір. Осылай екен. Қалай осындай жерден бастау керек қой, тәртіпті. Жетісу облысымыз, қазір біз Алматы облысы емес, мынаны ауыстыру деген, білмеймін, ұзақ уақытты да ақшаны да көп талап етпейтін дүние ғой. Оқыптылықты талап етеді, оқыптылықты. Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті Обласинфо көрермендері. Біз қазір Жетісу облысы бойынша ішкі аудит тексеру жүргізетін бірде бір мекемедеміз. Бұл мекеме соңғы кезде мына заң шеңберіне сай ешқандай тексеріске бұл кісілер тікелей қатысы бар деп бүкіл органдар осы жерге Жетісу облысы бойынша ішкі аудит департаменті, қазір Жетісу облысы бойынша, бірақ мына бәлі ауыспаған, мына жерде Алматы облысы деп тұр. Жетісу облысы болып бөлінгенімізге 6 ай болды. 6 айдан да жоғары. Құдай берсе 1 жыл болады. Мына жерде міне әлі стендтің өзі ауыспаған, басшының жұмысын осыдан артына саралап бағалауымызға болады. Енді бұл мекемеге келіп біз аудит жасап беріңізші, міне осынша өкіметтен ақша желінген, міне осындай деп хаттаманы көрсетіп тұрмыз, хатты көрсетіп тұрмыз, выписка из протоколы көрсетіп тұрмыз, соның өзінде бұл мектепті тексеруге, қандай да бір тексерістер жүргізуге біз заң шеңберінде дейді, біз тексеріс жүргізе алмаймыз, бұл біздің құзыретінде емес дейді. Яғни мемлекеттің ақшасы керегі жоқ. Балқаш қызы Дина журналист ретінде өзінің үйіне сұрап жүр сол ақшаны ше. Осыншалықты, мысалы, біздің мемлекеттен ақша жымқырылып жатқан жағдайда бұл кісілер керісінше маған айту керек. Келіңізші, көріңізші, қандай қағаз бар қолыңызда, бірге жұмыс жасайық дегеннің орнына біз бұны тексере алмаймыз, біздің құзыретімізде емес, біз бұған қатысымыз жоқ, ол ақшаға да қатысымыз жоқ, тексеруге де қатысымыз жоқ деп бас тартып отыр. Ешқандай шара қолданбайды, ол ақшаны бір кездемейді, және ол ақшаның қайтуына, анықталуына да қайтуына да ешқандай үлес қосқысы келмейтін мекемелердің бірі осы. Сондықтан облыс прокуроры Мадияр Бекенұлы, осы мекеме егер де ешқандай жауапкершілігі жоқ болып, мемлекет алдында ешқандай қызмет атқара алмайтын болса, кез келген мекемелер бұл кісілерге тексеріп берсін деп ешқандай қағаз жібермей қойыңыздар, себебі болар түрлі сылтау айтып бас тартады. Яғни мемлекеттің ақшасын қайтаруға әрекет жоқ. Ғимаратта өте лас. Кір. Мінекей, осылай. Құрметті Бейбіт Өксікбайұлы, құрметті Мадияр Бекенұлы, міне ішкі аудиттен шығып келатырмыз, міне хат 100 рет айтып жасата алмаймыз біз. Өкіметтің ақшасын өкіметке керек емес. Жалғыз бір Балқаш қызы Динаға керек. Бір тексерісті өстіп ішкі аудит арқылы жасату үшін маған білесіздер ме, қанша уақыт керек. Бұл кісілердің артынан қанша уақыт жүгіруім керек. Ананы сылтауратады, мынаны сылтауратады. Жалпы үкіметтің дүниесі үкіметке керек емес, мен сіздерге айтайын. Халыққа жан ашып жатқан ешкім жоқ, үкіметке жан ашып жатқан ешкім жоқ. Ешкім орнынан қозғалып жұмыс жасағысы келмейді. Міне, президент күнделікті жылдам жұмыс жасап, мемлекеттің дүниесін мемлекетке қайтаруға асығу керек. Керісінше осындай менің саясатымды жүзеге асырып, мысалы, көп адамдар күні-түні жұмыс жасап жатыр, мысалы, облыс әкімі де тынбайды, облыс прокуроры да тынбайды, бірақ осындай мемлекеттік мекемелер тексеріске келген кезде тежеліп, уақытты созып, көптеген қылмыстар содан жасырын қалып жатыр. Содан кейін бұл кісілер шығып барғанша аналар бәрін жөндеп қойып, тексеретін жердің бәрі дайындалып қойып, бұлар ақпаратты беріп жібере ма, мен білмеймін. Тексеретін жақтардың барлығы сағадай сай дайын тұрады ғой. Күнделікті біздің облыстың деңгейіндегі әрбір тасына жанымыз ашуымыз керек негізі.
әрбір тиынны мемлекеттің жанымызға ашуымыз керек та. Бірақ мен өзім жүгірмесем, бұл кісілер ештеңке істемейді, мен сіздерге айтайын. Мен күніге 100 рет келем бұл мекемеге, 100 рет келген кездегі нәтиже жоқ. Мен бұлардың артынан енді жүгірмеймін. Жасамаса жасамай қойсын, бұл вообще бұл орган егер керек жоқ болса, риб комиссияда неше жылдар бойы тексеріп жүрді, қазір барлығы қылмыс болып табылып келе жатыр ғой. Қанша үкіметтің ақшасы соларға кеткен тексеруге. Мыналарда тура солай болуы мүмкін ертең. Бұлардың тексерістері де осы уақытқа шейін қарамады емес, қанша тексеріске барып жүрген азаматтар ғой, мысалы. Көп дүниені біз сіз ақта тауып жүрсе болады, бірақ анда кіре алмаймыз біз. Мұны өте бір шектеулі организация бұл бар ғой.